Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін бізде 2-ші сыныптың математикасы 129-ші сабақты өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сандар мен шамалар. Бірінші тапсырма: жаз. А нұсқасында бір таңбалы сандар тізбегін кему ретімен, Ә нұсқасында толық ондықтар тізбегін өсу ретімен, Б нұсқасында толық жүздіктер тізбегін кему ретімен жаз дейді. Олай болса, бір таңбалы сандарды кему ретімен жаздық. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 және 0 сандары. Ә нұсқасында толық ондықтар тізбегін өсу ретімен жаздық. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 және 90 сандары. Бұл нұсқасы бойынша толық жүздіктер тізбегін кему ретімен жаздық. 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 және 100 сандары. Екінші тапсырмаға қарайтын болсақ, цифрымен жаз. А нұсқасы 46, 72, 90. Ә нұсқасы 5 ондықтан және 3 бірліктен тұратын санды жаз дейді. Демек, 46 дегеніміз санмен 46, 75 және 90. Ал ә нұсқасы бойынша 5 ондық дегеніміз 50, 3 бірлік дегеніміз 3. Сонда 53 болады. Келесі бізде 3-ші тапсырма: өрнекте. А нұсқасы бойынша 3 дециметр 9 сантиметрді сантиметрмен, 70 метрді дециметрмен, 47 сантиметрді дециметрмен және сантиметрмен жаз деген. Олай болса, 3 дециметр 9 сантиметрді біз сантиметрге айналдырып жазатын болсақ, ол үшін еске түсіріп алайық балалар. Яғни бізде 1 дециметр дегеніміз 10 сантиметрге тең. Сонда 3 дециметріміз 30 сантиметрге 9 сантиметріміз 9 сантиметр болып қалады. 39 сантиметр болады. 70 метрді дециметрмен жаз дейді. Яғни 1 метрде бізде 100 дециметр бар. Демек, 70 метріміз 700 дециметрге тең болады. 47 сантиметр дециметрмен және сантиметрмен жаз деген. Демек, 40 сантиметрімізде 4 дециметр бар және 7 сантиметр. 47 дегендегі 7 сантиметрінің өзін жазамыз. Ә нұсқасы бойынша 3 центнерді килограммен, 200 килограмды центнермен жаз деген екен. Бұл жерде 1 центнерде бізде балалар 10 килограмм бар екен еске түсіреміз. Сонда 3 центнерімізде 30 килограмм болады. Ал 200 килограммыз ол 2 центнерге тең. Б нұсқасы бойынша 1 тәулік 5 сағатты сағатпен, 95 минутты сағатпен және минутпен өрнекте деген. Олай болса, 1 тәулігіміз және 5 сағатымыз бар. Енді 1 тәулікте қанша сағат бар екен еске түсіреміз. 1 тәулігіміз 24 сағатқа тең. Сонда 1 тәулік дегеніміз 24, оған 5 сағат қосатын болсақ, 29 сағатқа тең болады. 95 минутта 60 минуты 1 сағатқа тең болады. Сонда 60-ты алып тастайтын болсақ, 35 минут қалады. Демек, 1 сағат және 35 минут болады деген сөз. 4-ші тапсырма: амалдарды орында. Жақша ішінде 60 қосу 40, жақша сыртында азайту 90. Осы есепте бірінші жақша іші орындалады. 60-қа 40-ты қоссақ 100, 100-ден 90-ды алатын болсақ 10-ға тең. Екінші өрнекте 2 көбейту 8 бөлу 4 азайту 3. Бұл өрнекте ең алдымен 2-ні 8-ге көбейтеміз. Бірінші амалы 16, 16-ны екінші амалда 4-ке бөлсек, ол 4-ке тең болады. Енді 4-тен 3-ті азайтатын болсақ, есептің мәні 1-ге тең болады. Келесі 3 көбейту жақша ішінде 6 қосу 2 және жақша сыртында бөлу 4. Бұл жерде ең алдымен жақша іші орындалады. 6-ға 2-ні қоссақ 8, екінші амалында 10-ны 3-ке көбейтсек 24, 24-ті 4-ке бөлсек 6-ға тең болады. Келесі амалымызда 35 қосу жақша ішінде 27 қосу 27 азайту 7 жақша жабылған. Бұл жерде жақша ішіндегі 27-тен 7-ні алсақ 20,
35-ке 20-ны қосатын болсақ, есептің мәні 55-ке тең болады. 28 бөлу 4 қосу 3 көбейту 9 өрнегінде ең алдымен бөлу амалы орындалады. 28-ді 4-ке бөлетін болсақ 7, 3-ті 9-ға көбейтсек 27. 7-ге 27-ні қоссақ 34-ке тең болады. Келесі 4 көбейту жақшаш ішінде 9 азайту 8, жақша сыртында қосу 5. Бұл жерде ең алдымен жақшаш орындалып, 9-дан 8-ді алатын болсақ 1 болады. 4-ті 1-ге көбейтсек 4-тің өзі, және оған 5-ті қосатын болсақ, өрнектің мәні 9-ға тең болады. Келесі 5-ші тапсырма амалдарды орында. 6 метр және 5 дециметр қосу 7 метр 9 дециметр деп берілген. Бұл жерде ең алдымен дециметрге дециметрлерді қосып аламыз. Яғни 5 дециметрге 9 дециметрді қосатын болсақ, 14 дециметр. Яғни 10 дециметріміз деген ол 1 метрге тең. Сонда 6 метрге 7 метрді қосатын болсақ, 13 метр. Оған мына жердегі 1 бүтін метрімізді қосамыз, 14 метр 4 дециметрге тең болады. 3 тәулік 8 сағат қосу 7 тәулік 20 сағат дейді. Бұл жерде ең алдымен сағатқа сағатты қосып аламыз. 8 сағатқа 20 сағатты қоссақ, 28 сағат. 28 сағаттың ішінде 1 тәулік және 4 сағат бар. 3 тәулікке 7 тәулікті қоссақ 10 тәулік, жаңағы 1 тәулігімізді қоссақ 11 тәулік және 4 сағатқа тең болады. 99 сағат 6 минут азайту 5 сағат 36 минут деп берілген. Яғни бұл жерде 6 минуттан 36 минут алынбайды. Сол себепті мына 9 сағаттың 1 сағатын 60 минут деп алып аламыз. 60 минутқа мына 6 минутты қоссақ 66 минут. Енді 66 минуттан 36 минутты алатын болсақ 30 минут қалады. 9 сағаттың 8 сағаты бар. 8 сағаттан 5 сағатты алсақ 3 сағат және 30 минутқа тең екен. 7 дециметр азайту 3 дециметр және 5 сантиметр деп берілген. Бұл жерде бірінші 7 дециметрден 3 дециметрді алып тастайтын болсақ, бізде 4 дециметр қалады. Енді сол 4 дециметрдің 1 дециметрін сантиметрге айналдырамыз. Сонда ол 10 сантиметрге тең болады. 10 сантиметрден 5 сантиметрді алатын болсақ, сонда 5 сантиметр. Есептің мәні 3 дециметр және 5 сантиметрге тең болады. 7 килограмды 4-ке көбейтіп, оған 39 килограмды қосатын болсақ, 7-ні 4-ке көбейтсек 28 килограмм, оған 39 килограмды қоссақ, 67 килограмға тең болады. 1 центнер азайту 8 килограмм көбейту 5. Бұл жерде ең алдымен біз 1 центнерді килограмға айналдырамыз. Яғни 1 центнерде бізде 100 килограмм бар. 8 килограммды 5-ке көбейтсек 40. 100-ден 40 килограммды азайтатын болсақ, бізде 60 килограммға тең болады екен. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.